Көне кітаптарды қалпына келтіруге болады. Отандық реставраторлар кітап құжаттардың жойылып кеткен бөліктерін қайта жамап жатыр. Бұл үшін дәл сол түп нұсқадағыдай қағазды қолдан жасайды. Астанадағы қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығындағы реставрациялық жаңашылдықтарды Мерей Мұратханқызы көріп қайтты. Қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында күнде қарбалас. Мамандар көне еңбектер мен құнды құжаттарды қалпына келтіріп қоймай, оған қажет қағазды қолдан қоюды меңгеріп жатыр. Бұл оңай жұмыс емес, ұзақ процесс. Алдымен қағаз қиындылары ертіледі. Сосын бұл масса арнайы қалыпқа салынады. Дайын нобай киіз астында бір тәулік бойы кептіріледі. Кейін оның құрамы, қышқылдығы, талшықтары реставрацияда қолдануға жарайтын жарамайтыны сыналады. Қазіргі таңда германиялық қағаздар да бар, қағаз массасы дайын. Оны ертіп те жасауға болады. Және де оны ескі құжаттардың, керексіз құжаттардың қалған қағаз бөлшектерінен де жасауға болады. Сонымен қатар реставрацияға қолданылатын жапон қағазын бөлшектерінен де жасауға болады. Ол бұндағы басты түртіп алатын факторлардың бірі, ол алдағы уақытта осы реставрацияға қолдану үшін оның құрамындағы талшықтардың ұзын болуы керек. Мамандар түпнұсқаға барынша сәйкес келетін қағаз түрін жасауға талпынады. Оның температураға қарай ыдырап кетпеуі де маңызды. Қағаздың тығыздығы, қалыңдығы, тегістігі де қолмен реттеледі. Қазір реставрация маманы агаттасымен дайын парақтарды жылтыратып жатыр. Қағаз құю әдісі алғашында 13-14 ғасырларда Еуропа мен Азияда қолданыста болатын. Араға қанша уақыт өтіп технология дамыса да, өзектілігін жойған жоқ. Енді міне сәтін салса, қазақ руханиятын жаңғыртуға, ұлттық мұрамызды сақтауға өзінің сүбелі үлесін қоспақ. Бұл үшін мамандар табанды еңбек етуде. Жаңа әдісті енгізбес бұрын отандық реставраторлар Мысыр мен Арменияға барды. Биыл Иран мамандарын елге шақырып тәжірибе алмасты. Осылайша алған білімін кәдеге жаратуға кірісті. Берері өте көп. Мысалы, қазір біз қағазды шетелден алдыртамыз. Жаңағы жапон қағазыменен жасаймыз. Ол мысалы бір қалыңдықта келіп, біз жаңағы кітаптың қалыңдығына қарай соның келетінін таңдау керекпіз. Егер біз оны қолымыздан құятын болсақ, біз қажетті қалыңдықты мысалы өзіміз жасауға мүмкіндігіміз болады. Сондай-ақ кейбір кітаптардың мысалы парақтары жетпей келеді, жартылай жыртылған келеді. Соған мысалы тек қана қалыңдығымен емес, сондай-ақ құрамымен келетіндей, сондай-ақ жаңағы түсі келетіндей, сондай қағаздар жасау болады. Реставрацияда кез келген қағаз жарай бермейді. Сапасы нашар болса, құжаттың құндылығына зақым келуі мүмкін. Сол себепті мамандар қағаз құюға үлкен жауапкершілікпен қарайды. Мерей Мұратханқызы, Артур Горшников, 24 KZ.